Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған 2-ші тоқсанның 2-ші БЖБ-сын талдамақшымыз. Яғни 4-ші бөлім Space and the Earth. Онда бізде 2 тапсырма: Reading and Writing. Reading, яғни бізге текст беріледі, және соған байланысты тапсырмалар. Read the text and answer the questions. Тексті оқып, біз сұрақтарға жауап беруіміз керек. Example. Бұл үлгісі. Is Pluto no longer a planet? Yes, it is. Яғни избен сұрақ қойып тұрамыз. Біз избен жауап береміз. Иә. Бұл Плутон планетасы туралы. Плутон планетасы. Яғни қазір планетаға жатпай ма деп сұрап тұр. Иә. Яғни кейбір кезде оны планетаға бұрын яғни қосатын еді, қазір қоспайды. Иә. Яғни сол туралы текст болып тұр. Is Pluto a planet? Яғни Плутон планетаға жата ма? Dwarf is a very little star. Яғни кішкентай жұлдызды dwarf деп атайды. Many people are saying that Pluto is no longer a planet. Және көптеген адамдар сол Плутонды жатпайды деп айтып жатыр. National Geographic News says that according to the International Astronomical Union, a full planet is an object that orbits the Sun, is large enough to have become round due to the force of its own gravity. Ұлттық географиялық жаңалықтар айтады. Яғни халықаралық астрономиялық ұйымға сүйенсек, ұйымның айтуына сүйенсек, толықтай планета дегеніміз сол санды күнді айналатын, яғни өзінің тартылыс күші бар, тартылуына жеткілікті яғни күші бар объектіні айтамыз. Because Pluto doesn't meet these standards, the International Astronomical Union classifies Pluto as a dwarf planet. Плутонды осы ұйым осындай стандарттарға сәйкес емес деп, оны dwarf деп санаған. Кішкентай жұлдыз. Not everyone agrees that this is a good way to decide though. Бірақ бұған барлығы келіспейді. Andy Chang, a planetary scientist at Johns Hopkins University, says that the new rules aren't clear enough and asks the question, how round is round? I'll still continue to maintain that Pluto is a planet, he said. Andy Chang деген ол сол планетаның зерттеушісі, ғалым Джон университетінде былай дейді. Жаңадан шыққан бұл ереже толықтай анық емес. Яғни дөңгелекті дөңгелек емес деп қалай айтамыз. Яғни Плутонды әлі де планета деп ойлауды жалғастырамыз. Hinderich is an astronomer and a historian at Harvard University in Cambridge. Және Owen Hinderich дегеніміз астроном және Гарвард университетінде Кембридждегі тарихшы. He favored a special distinction for Pluto. Яғни ол Плутонға арнайы сондай жол салды. Hinderich supported a proposal to call the big 8 planets classical planets, as opposed to just plain planets and the Pluto and the other dwarf planets, so there would be 2 classes of planets. Hinderich айтады, яғни 8 үлкен планета бар деп, олардың яғни планеталардың барлығы бір түзудің бойында, соған қарама-қарсы тұр Плутон. Яғни оларды 2 топқа бөліп жатыр барлық планетаны. He believes that reclassifying Pluto as a dwarf planet is not sensitive to the historical and the cultural role that Pluto has played. The argument continues. What do you think it is?
Яғни оның ол енді керісінше Плутонды осылай бөлгеніміз дұрыс деп жатыр, иә. Яғни олай бөлгенмен Плутонның біздің алдымыздағы рөлі түсіп қалмайды дейді. Осылай екі жақты шешімдер шығып, адамдар яғни бір шешімге келе алмай жатыр, ал сен қалай ойлайсың деп аяқталған. What planet is a full planet? Толық планета дегеніміз не? Екінші сұрақ. Is Pluto the only dwarf planet? Плутон сол жұлдызға жататын жалғыз планета ма? How many classes of planets are according to the astronomer? Яғни астрономдарға сенсек, планеталарды нешеге бөледі, неше классқа бөледі? Міне дұрыс жауаптары. Біріншісі, a full planet is an object that orbits the sun and is large enough to have become round due to the force of its own gravity. Не бұл тексті дайын тұр. Екіншінде айтып жатыр, ол жалғыз жұлдыз ба? No, it's not. Жоқ, деген басқа жұлдыздардың қасына қосып жатыр. There are two classes of planets. Екі классқа бөлді. Next task, енді келесі тапсырмамыз. Connect numbers and the letters and find the right pictures. Яғни біз 1, 2, 3-ке ABCD үлкенін сәйкестендіре аламыз, және кіші әріптерін сол суреттерді анықтамаға сәйкестендіреміз. The first comet B. Кометалар дегеніміз не? A small frozen mass of dust and gas revolving around the sun. Кометалар дегеніміз кішкентай және қатып қалған шаң мен газдың қосындысы күннің қасындағы. Бірі B, және оған мынау жатады, комета. Craters, they are holes made when a large moving rock hit the moon. C жатады. Яғни бұл сол айдың бетіндегі әртүрлі біздегі құздар, немесе беті бір бүдір болып тұрады, ол яғни A. Moon, it's the largest object you can see in the night sky. Бұл айы түнде көретін үлкен, ол яғни кіші B-ге жатады. Бұнда былай болады. Яғни біріншісіне үлкен V, және сызықша кішкентай C. Екінші үлкен C, және A. Үшінші үлкен A, және кіші B. Дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма speaking. Work in a group of 3-4 answer the questions below. Енді біз мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Негізі группа болып, бір группада 3-4 адамнан жауап береді. Оны енді мұғалім шешеді. Where are you planning to travel to? Name the planet. What will you do if you see aliens or some unusual animals? Осы жерде дұрыс жауабын жазып қойып. Яғни қай жаққа саяхаттағың келеді? Мұны планетаны айтып жатыр, иә? Енді сұрақ where are you planning болғандықтан біз I am planning деп бастаймыз, дәл соған береміз. To travel to. Емізді осы жерге бір планетаның атын яғни жазасыздар, иә? Name the planet. Енді it is деп оның тағы атын айтамыз. What will you do if you see aliens? Енді егер оны, яғни инопланетандықтарды көрсеңдер, немесе соған ұқсас басқаша жануарды көрсеңдер, не істейсіңдер дейді. Егер мен көрсем деп жазамын, егер мен көрсем. If I see aliens or some unusual animals. Speaking, бұны жазып, дайындалып, апайға айтасыздар. I will do. Енді do'дің орнына біз бір етістік қоюымыз керек. I will take photo. Мысалы суретке түсер едім. I will afraid. Қорқар едім деген сияқты, иә, әртүрлі. Бастыра берсең, оның негізгі құрылысын айтып жатырмын. Осымен тапсырма аяқталды. Осылай жауап береміз. Тағы да сұрақтарың болса, комментарийға жазып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.
Келесі жолы енді тжб-сын шығарамын, Алла қаласа. Сондықтан көріскенше. Hey, goodbye, good luck. Сендерге сәттілік тілеймін жиынтықта. Сау болыңдар.